Сәлем достар, мен Аскербек. Барлығымызда компьютерлік ойында ойнаған жақсы көреміз. Сол үшін де бүгін бізде топ 5 ең танымал компьютерлік ойындар. 5-ші орында бізде жастардың ең сүйікті ойыны Майнкрафт. Майнкрафт құмсалғыш жанрындағы ойын. Бұл ойынды шведтік программист Маркус Персен шығарған. Ол Notch атымен әлемге әйгілі. Маркусқа материалдық демеу ретінде британдық Fodgy Studio компаниясы айналысқан. Басында Майнкрафт ойыны Infiniminer ойына плагиат болған, ал геймплейі Dwarf Fortress ойынына ұқсатылып жасалды. Майнкрафт Java программасын қолдану арқылы жазылған. Аз уақыт ішінде Майнкрафт әлемге танылды. 2014 жылы Mojang және Майнкрафт ойынның құқықтары Microsoft компаниясымен $2,5 миллиард сатып алынған. Майнкрафт Spike Video Game Award, Golden Joystick Awards жүлделерімен марапатталған. Қазіргі уақытта әлемде 100 миллионнан астам Майнкрафт ойыншысы тіркелген. 4-ші орында ең жылдам ойын Need for Speed. Need for Speed ойыны Electronic Arts компаниясының туындысы. Need for Speed сериясының алғашқы ойыны 1994 жылы Канаданың Ванкувер қаласындағы Electronic Arts Канада студиясы жасап шығарды. Кезінде Distinctive Software атауымен белгілі болған студия 1991 жылы Electronic Arts компаниясының құрамына кірместен Stand and Test Drive 2 секілді автожарыс серияларымен танылған болатын. Сондықтан 92 жылы Need for Speed ойын бастамас бұрын компанияның тәжірибесі болған еді. EA Канада және EA Seattle осы серияның ойындарын көп уақыт жасады. 2002 жылы Ванкуверлік Black Box Software компаниясы Need for Speed Hot Pursuit 2 ойын жасап шығаруға контракт алады. Ойын шыққаннан соң Black Box Software EA құрамына кіріп, EA Black Box атала бастады. Осы кезден бастап Electronic Arts Black Box Need for Speed сериясындағы ойындардың негізгі жасап шығарушысы болып келеді. 2009 жылы 24 қазанда Electronic Arts Need for Speed сериясы ойындарының 100 миллионыншы көшірмесі сатылғанын хабарлады. Ал 3-ші орында бізде ең үздік стратегия RPG Warcraft. Warcraft ойыны Blizzard Entertainment компаниясымен шығарылған. Blizzard Entertainment'тың тарихы 91 жылдың ақпанында, яғни Silicon Synapse компаниясы қаланған кезде басталады. Шамалы уақыттан кейін Blizzard алғашқы хитін Warcraft Orcs Humans-ты сатылымға шығарады. 94 жылы Warcraft ойынын халыққа ұсынғаннан кейін Blizzard студиясының аты әлемге танылды. Олардың әрбір ойыны Warcraft-тан бастап үздік сатылымға ие болады. 2004 жылдың 23 қарашасында Blizzard World of Warcraft ойынын жарыққа шығарады. Бұл ойын өте тез атақты болады және тарихтағы ең атақты RPG-ге айналады. WoW әлі де RPG арасында ең көп жазылушылары бар ойын және де бұл ойын Гиннес рекордтар кітабына әлемдегі ең әйгілі RPG ретінде тіркелген. 2005 жылы Warcraft 3-ке арналған Dota All Stars қосымша картасы қосылады. Dotаның кең тарағаны соншалық қазіргі уақытта киберспорт қатарына енгізілді. 2008 жылғы 59-шы Technology and Engineering Emmy Awards жылдық фестивалінде Blizzard World of Warcraft-ты жасаған үшін марапатталды. 2-ші орында барлығымыз жақсы көретін атыспақ Counter-Strike. Counter-Strike айқаспалы атыс шутер жанрындағы компьютерлік ойын. 99 жылы Min Lee атты программист ешқандай сюжетсіз әрі қызықты ойын шығарғысы келеді. Алғашында ойын қарапайым болды. Бірақ ойыншылар бұрын-соңды бұндай шутер жанрындағы ойынды көрмегендіктен оны жақсы қабылдады. Min Lee ешкімнің көмегінсіз әрі қарай тоқтамай жаңа бета нұсқаларын жасай бастайды. Ойын тегін болғандықтан тез тарап кетті. 2000 жылы Valve компаниясы Min Lee-ға материалдық жағынан көмек бергісі келіп, онымен келісімшарт жасайды. Ойынның негізгі 5 бөлігі бар. Солардың ішіндегі ең атақтысы Counter-Strike 1.6. 1.6-дан бөлек графикасы жоғарырақ бөлімі Counter-Strike Source. Ол заманауи Source қозғауышында негізделген. 2011 жылдың 14 тамызында Valve ресми түрде Counter-Strike Global Offensive бөлімінің презентациясын жасайды. Tasылымға 2012 жылдың 21 тамызында шығарылды. Counter-Strike'тың танымалдығы соншалықты ол әлемдік киберспорт қатарына енгізілген. Осылай Counter-Strike әлемдегі ең көп таралған ойындардың бірі атағына ие болады. 1-ші орында әлемдегі ең танымал әрі барлығымыз жақсы көретін ойын GTA. GTA ағылшыннан аударғанда автокөлікті айдап әкету. Rockstar Games компаниясымен шығарылған компьютерлік ойын. Топтаманың әр ойыны үлкен қаланың криминал туралы. Топтаманың ең бірінші ойыны 97 жылы ПК мен PlayStation, Game Boy, Color платформаларына шығарылған. Осы ойыннан бастап ойын индустриясы өзгерістерге ұшырады. Ойынды аса жақсы қабылдамады, себебі ойын 2D болды. Ойыны сақтауға болмады, машина саны көп болмады. Дегенмен GTA 1 ойын индустриясының дамуына жол ашты. Нағыз атақ пен танымалдылық GTA 3-тен басталды. Ойын
Ойын 3D графикамен өте қызық сюжетмен ерекшеленді. Бұрын сонды болмаған қосымша жұмыстар, яғни такси, өрт сөндіруші, тағы басқа ойындары болды. 2003 жылы GTA Vice City жарық көрді. Бұл ойын GTA 3 платформасында жасалғанымен, өзінің ерекше ойын атмосферасы мен графикасының арқасында 2003 жылдың үздік ойыны аталып, сатылым бойынша жаңа рекорд қойды. 2004 жылы шығарылған GTA San Andreas ойынының алғашқы рет бірнеше қаладан тұратын өте үлкен San Andreas штаты пайда болды. 2008 жылы шыққан GTA 4 ойынын сатылымға шыға салысымен бір күнде $310 миллион пайда әкеліп, Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. GTA 5 2013 жылдың 17 қыркүйегінде сатылымға шығарылып, 24 сағатта ішінде $900 миллион таза пайда әкеліп, GTA 4-тің рекордын жаңартты. GTA 5 Rockstar компаниясының ең ауқымды жобасы. 5-ші GTA-ны шығару барысында $270 миллион қаражат жұмсалды. Әзірше осы достар, егер менің ойыммен келіспесеңіздер, пікірлеріңізді төменге жазып кетсеңіздер болады. Мен барлығын оқимын және міндетті түрде лайк басып каналға тіркелеміз және ВК-да группаға да сіздермен болғанмен Аскербек, сау болыңыздар.